бұл пандемия расымен де барлығын күрт өзгертті. Бірақ бізге әсер ете алмады. Өзіміздің үйімізді үлкен қақпақпен қоршап тастады. Егер де 800 футболшылар мен олардың бапкерлері бір шатырдың астында өмір сүрсе не болар еді? Ойыншылар сыпайылық дегенді ұмытса және өздерінің шынайы келбетін танытса, бұл чемпиондар шоуы. Олар ойыншылардың формасы уақытша, ал деңгейі мәңгілік дейді. Бұл дұрыс деп үміттенемін, себебі менің формам онша емес болған. Кейде өзімді күлбике сезінген ұнайды. Тура кел. Қазір Барселонада сұмдық жайттар болып жатыр. Бұған қарау ауыр. Ал маған қатыстыса, мен бұған қарауды ұнатамын. Бұл видеоны қарайсыздар деп үміттенемін. Мен жай ғана өмірде бар екенімді естеріңізге салайын дегем, және жұмыс тапқым келетіндігін айтқым келеді. Әзірге күмбез астындағы өмір жақсы өтуде. Күн сайын балдармен бассейнде сауық кешін жасаймыз. Фермерлер лигасы жеке азықтарымызды қалай айналдыруға болатындығын үйретіп жүр. Ал қалған нәрселер бізге дрондар арқылы жеткізіледі. Ей, мұнда қойыңдар. Осында, Кевинге беріңдер шуны. Жоқ, бұларың қате, дұрыс жасап жатқан жоқсыңдар. О, жоқ, онда менің шашыма тағатын ірзеңкі болатын. Біздің тіс бастымыз, жылтыратылған кастеттерім. Не боп қалды жеге? Қазір барлығын ой елегінен өткізем. Сәлемдеме бар қорап жүгер алқабына құлады. Ол жақта біз үшін аса маңызды заттар болатын. Нәтижесінде барлығымыз бейшара боп қалдық. Құтқару миссиясы нар тәуекелге тола. Бұл TikTok үшін тамаша мүмкіндік. Қой шағасы, сен үнемі TikToктасың ғой. Себебі мен TikTok патшасымын. Алаңдамаңдар, жігіттер, чемпиондар барлығын жасайды. Айн, свайн, драйн, іздеуге аттанды. Мұны Канада үшін істейміз. Ой, Дрейк үшін, яғни Германия үшін. Біздің бесеу екендігімізді ұмытпаңдар, достар еке. Мәселе бізге Левандовскийдің ұнауында емес. Ол алаңда теңдессіз, бірақ алаңнан тыс. Не ғой, өз құрдастарымен уақыт өткізгені дұрыс оған. Бұны кайф емес деп айтшал. Жап-жас жігіттер тобыры алаңда көңіл көтеріп жүр. Hey guys, қараңдарш, кімге ұқсаймын? Пол Дансер. Әзілді түсіндіңдер ғой, да? Пол Данс. Себебі мен полякпын. Біз түсіндік. Ақырын сөйлеш, досым. Окей, басылыңдар. Сен демал. Альфонсо жөнінде дәл қазір ауыз жабыңдар. Ей, жігіттер, мен қорапты тапқан секілдім. Қош, сен туғанда не үшін қуандым? Біз мұны істедік. Қане, TikTokта тойлатайық. Қалай аман, әлгі қорапты тауып алдық. Егер жұмыс орындалған қаласаң, оған чемпиондарды аттандар. Біз әрқашан жегеміз. Сенің осы денің сау ма? Телефоным офф болды. Менікі де. Не болды ден мынау бар ғой? Үйге ең телефонсыз қалай ораламыз? Не білдірдің сен, ақымақ? Не үшін бізді шампанға шомылдырдың? Неліктен бізбен бірге шықтың? Айтшы соны. Мұнаны мойындау қажет. Небәрі 32 жасар шығармын бәлкім. Дегенмен 32-ге келіп те үлгеріппін. Кешіріңдер, жігіттер, мен тым ушықтырып жіберген сияқтымын. Дәл қазіргі сәттен бастап қарапайым Роберт боламын. Кеттік, сендерді үйге апарайын. Қарапайым картаны қолдану инструкциясы. Бұл боқ. Қараңдар, бұл біздің қолдан кел. Нақтырақ айтсақ, бәрін істеген мен. Расымен де. Осының бәрін қайдан білесің? Менің уақытымда барлығы осылай болатын. Смартфон, ғаламтор деген жоқ кездер. Ежелгі заман. Бауырым, қарттарың мықты, бұл жолы сенімен келісем. Бұл рас па? Біздің жоқтығымызға бар болған 90 минут қана ғой. Егер де 800 элиталық футболшылар мен олардың бапкерлері бір шатырдың астында өмір сүрсе не болар еді? Ойыншылар сыпайылық дегенді ұмытса және өздерінің шынайы келбетін танытса, бұл чемпиондар шоуы. Жаңа командама қатты көмектескім кеп тұрғаны.
бәлкім осы маусымда Барселонаны 9-2 есебімен жеңіп қалармыз. Магуайр өзін алғашқы жолаққа орналастыру үшін жанжалға араласты. Маған бар болғаны шаш үлгіндігі өзгертсем жетеді. Мен ешқашан Италия азаматтығын алуға тырыспадым. Сен не, қағаздан оқып тұрсың ба? Жоқ. Мынау шаяды екен. Барлығы менің Кристиан Пулишичті қалай орнына қойып жүргеніме таң болады. Несі бар? Мен оған аздап өтірік айттым. Бұл оған мотивация беру үшін. Десеңе шайып, бұл нағыз манипуляция. Окей. Мен Кристианға егер ол осы маусымда өте жақсы ойнаса, оған патшайымның құпия қызметінен жұмыс тауып берем деп айттым. Зәт, неге бұлай еттіңіз? Жалынамын, кешіріңіздер. Тоқылдатуды ұмытыппын. Құпия агент болу, бұл тамаша. Өткір әзілдерді жіберіп вентиляциямен жорғалаймын. Оның үстінде Челсиде ақша жетеді. Олар маған сансыз зор гаджеттерді сатып әпереді. Окей, жігіттер, автобусқа секіріңдер ғана. Тыңшы неме, ұсталдың ба? Бетпердені шеш. Мен ғой бұл. Фрэнкке не істедің? Жетер. Ой, бұл сен екен ғой. Сәлем, Фрэнк. Кристиан, менің айтқандарымның барлығын тым рас деп қабылдаған секілді. Бәрін ретке келтіру үшін маған ауыр артиллерия қажет. Сәлем, Жозе. Жоқ, ренжіме. Қазір әңгіме соға алмайым. Өтінемін, маған Златанның нөмірін бере алмайсың ба? Бой. Пулишич. Кристиан Пулишич. Златан? Ибрагимович? Казинода жолығайық, менің саған тапсырмам бар. Құдайым, ау! Йоу, Златан, мен сенің құпия миссия жайлы хабарламаңды алдым. Тыныш. Окей, оқиғаға қатысты шолақ әңгімен тыңда. Әлдекім футболшыларды ұрлап жүр. Және оларды тірі күйінде мүсінге айналдыруда. О, құдайым! Әні ол, ұстаңдар! Саған тым көп айттым. Қаш! Оны жайына қалдырыңдар. Біз сөйлесіп үлгермедік. Жап-жас ет! Желкең тұрайын, әжем айтқандай. Қалай қарайсың? Бізді аңдуға тырыспады. Бізді бәрібірде Абрамович қайығында орналасқан құпия мекенімізден таба алмайсың. Мына жаққа қарай 100 метр жерде орналасқан Гаванадағы жалғыз қайық. Қап, кетіп қалды олар. Сорлы басым, енді олардың мекен қалай табам? Қайықта болу мүмкін. Қайықта ғой. Олар қайықта. Қайықта екендігіне сенімдімін. Залымдар мекені осында. Вау, Златанның мүсіні. Бірақ оны аздап ретке келтіру керек сияқты. Мұрны кішкентай. Негізі бұл менің нақ өзім, ақымақ. Тыныш, мүсінде сөйлемей. Құттықтаймын, мейсіз. Сен мені таптың. Серхио Рамос? Ендіше. Жоқ, шынымен, менен басқа кім жаман болушы? Мен сені тоқтатам. Сен мені тоқтатуыңа болады. Немесе өз достарыңды құтқара аласың. Өтінем, құтқаршы бізді. Біз қатты қорқып тұрмыз. Таңдау сенде, Пулишич мырза. Менің достарым. Немесе Серхио Рамос. Менің достарым. Немесе Серхио Рамос. Менің достарым. Екеуінің біреуін таңдаш, ыңылдамай. Тек тезірек. Дұрыс айтасың. Шыдаңдар, жігіттер. Құтқарам сендерді. Тоқта! Керемет, Кристиан. Сен бізді құтқардың. Hasta la vista, baby. Ұлы мәртебелім. Қасиетті әулиелер. Құтқаршы мені, Кристиан. Патшайымды жібер, Серхио Рамос. Окей, жақсы, жіберем. Құдайым-ау, неменеге осыншама жындан? Рахмет саған, агент 10. Сіз өзіңіздегі барлық 10%-ді көрсете білдіңіз. Шынайы агенттің тамаша жұмысы. Бірақ бұл шектен шығар қауіпті жұмыс.
Енді мүлдем агент болып қызмет етпессіз деп үміттенем. Сіз қалжыңдап тұрған шығарсыз. Мен енді ғана дене қыздырдым. Тағы бір миссия беріңізші. Тағы да. Кез келген тапсырма. Менің өтірігім Кристианды өзін-өзі алдаудың тым қауіпті межесіне жеткізгендігін енді ұқтым. Несі бар? Барлығын ретке келтірудің бір ғана тәсілі бар. Одан да үлкен өтірік. Жақсы, бетейік. Менде тағы бір миссия бар. Сіз Челсидің тұңғиықта орналасқан футболшысы болуыңыз керек. Тұңғиықтылығы сондай, сізді ешкім нағыз тыңшы деп мүлдем ойлай алмайтындай. Ешкім, және ешқашан. Түсінікті ме? Оу, бұл дегенің тәш қо. Ақылдылығы зор екен. Мен түк түсінбедім, бірақ сондай ақылды көрінеді. Барлығын басқаша жасауға болатын еді деп ойлаймын өзім. Жаттығуға кім соңынан келеді? Сол шіріген жұмыртқа. Сөмкеңе лазер салып жүрген жоқ шығарсың. Солай ма? Өтінемін, Кристиан. Еш алаңдама, барлығы артта қалды. Енді сенің алдыңда қарапайым ғана футболшымын. Керемет. Жақсы жұмыс, агент Пулишич. Британия сізді мақтан тұтады. Фрэнктің миына кіріп шықпайды. Және ешқашан біле қоймас. Егер де 800 элиталық футболшылар мен олардың бапкерлері бір шатырдың астында өмір сүрсе не болар еді? Футболшылар сыпайылық дегенді ұмытса, және өздерінің шынайы келбетін танытса. Бұл чемпиондар шоуы. Көпшілік менің барысым бұл пенальтиден гол соғу ғана деп біледі, бірақ мен оны алып беру үшін өтірік жылауды да білем. О, мен Барса жейдесіндегі алғашқы америкалықпын. Америка! Бундеслиганы жеңіп алу сондай оңай деп ойлайсыздар ма? Негізі барлығын жақсылап жоспарлап алған дұрыс. Және лигадағы өзге командалардың үздік ойыншыларын сатып алу керек. Күн салқындаған сәт. Бұл Флориданы аралаудың дәл шағы. Бұл жақта бізде тым жақсы жерлер өте көп. Достым, қане тездет. Қыздар қазір келіп қалады. Сәлем жігіттер, біз түскі аса келдік. Не істеп жатсыздар? Уайымдама, біз контрабанда үшін туннель қазып жатырмыз. Джейдон, егер сен күндердің бір күнінде Манчестер Юнайтедте ойнағың келсе, онда ереже бұзғанды тоқтатуың керек. Мұндайға араласпа. Ал мынаған не дейсің? Қараш не істеп жатқанын. Картоп. Жетер, сыйластық танытсаңшы. Дәл қазір біздің жеке жайда өзіңді жақсы сезініп тұрсың. Ал енді өзге жақта сен өзіңді қалай сезінесің? Соны білетін уақыт жетті. Еуропа лигасының үйіне қарай тур ұйымдастырамыз. Жоқ, мен ол жақта оралғым келмейді. Қыстай алмайсың да. Еуропа лигасы үйі. Чемпиондар лигасы жолы болмаушыларға арналған. Вар жүйесі әр бөлмеде. Кештерің жақсы өтсін. Оу, мұнда кім бар? Варди осында. Адамға бұлай тақалмаш. Еуропа лигасы үйіне қош келдіңдер. Жарылған лампалар үшін айып етпеңдер. Олар қайта жанды. Ереже бұзған бұрынғы жасөспірім ретінде айтайын. Жас футболшыларды жөнге салуға арналған бағдарламаны жасап шықтым. Жай ғана бұттарына жібергенше қорқытам. Мына жаққа қарай менің артымнан ілесіңдер, жас таланттар. Сендердің үйдегі жексұрын жол сілтеушілерін болуға рұқсат етіңдер. Мына швед үстелінде біз күн сайын таңғы ас ішеміз. О, мұның жаман емес. Және жақсы да емес. Себебі біз таңғы асқа жұмыртқа жемейміз. Сонда олар ақуызды қайдан алады? Ал мында барлығы қосылулы жүйесі бойынша жұмыс істейтін біздің фитнес орталық. Тамаша. Бірақ мұнда жалғыз ғана жаттығу аппараты. Олар оны дұрыс қолданып жатқан жоқ. Өлшемі Стадио Олимпикодай болатын бассейнге жүзуді қалайсыңдар ма? Онда менің сендерге жаным ашиды. Себебі бізде сүртіне түсілгі жоқ. О, жоқ. Олар тоңып қалады ғой. Мынаған бағасын беріңдер. Құдайым-ау, оларға не болған? Ой, ештеңе емес. Бұл олардың жай қонаққа киетін формасы. Олардың тым тар бөлмесін көрсеткім келді. Маған бұл жер ұнамайды. Мұнда тым қорқынышты. Неменеден қорықтың? Мұнда бір қорқынышты дүние болса, ол оның кофеинге деген тәуелділігі. Кешір, бірақ мен сенің ойыңша күлкілімін бе? Көтімді аштым ба күлетіндей? Сайық мазақ көресің бе әлде? Міне, мына жігіт клоун. Мен туған күндерде балалар мейрамында өнер көрсетемін. Тіпті футбол матчтарында да. Досым, тыңдаш, мені қорқыта алмайсың, сондықтан тырыспа да. Сен жай ғана күлкілісің. О, яғни мен сен үшін қорқынышты емеспін. Окей, онда саған расымен де қорқынышты дүниені көрсетейін. Бұл қандай жер өзі?
Бұл сауна, бірақ бұл жақта ешқашан ыстық болмайды. Алдыға қарай өтіңдер, және дұрыстап қараңдар. Емі, бұл не болды? Кімнің құлшынысы бар жалғаттануға? Лестерге. Жоқ, әрине жоқ. Не сұрақ бұл өзі? Жоқ, мен кеттім. Қараңдар, менің ақыр заман конвертім. Сендердің болашақтарыңды айтып бере. О, Фил Фоден. Англия құрамасының үміті. Саған дейінгі таланттар секілді. Кішігірім жарақаттарың үнемі мазалайтындай күйге түскенге дейін. Одан кейін сен келісім шартыңды қайта қаралатын сәтіне кезігесің. Және сен жаның ауырса да өтірік күлген кезді Вест Хэм жейдесін киген тұста сезінесің. О, жоқ, мен олардың ақмақ әнұранын тыңдағым келмей. Ансу Фати. Олар сені келесі Месси деп атайды. Бірақ Боянның басынан өткен секілді. Барлығы ойдағыдай емес. Сені португалиялық командаға сатып алу мүмкіндігі бар ережемен жалға жібереді. Окей, Брендан, осы жететін сияқты. Олар әлі жас ойыншылар ғой. Және сен, Джейдон Санчо. Сенің тағдырың небәрі 3 қана әріппен жазылған. М, Л, С. Жоқ, тек қана бұл емес, өтінемін, мен барлығына келсем. Тек бұл емес, бізге кету керек бұл жерден. Айттым ғой, болды, жетер. О, жоқ, анашым-ау, өтінемін. Рахмет, досым. Маған өзіммен жұмыс істеу керек екендігін ұқтырдың. Сенің жолыңды қайталамас үшін. О, тағы бір сәтті тәлім тәрбие. Джейми Вардидің орындауында. Бон вояж, жігіттер. Өздеріңнің жаңа тәлімгерлеріңе хат жазуды ұмытпаңдар. Джейми Варди. Жақынырақ барар ем, бірақ тобығымдағы мына шоқтың мүмкіндік бермей тұрғаны. Егер де 800 элиталық футболшылар мен олардың бапкерлері бір шатырдың астында өмір сүрсе не болар еді? Ойыншылар сыпайылық дегенді ұмытса, және өздерінің шынайы келбетін танытса, бұл чемпиондар шоуы. Барселонада қазір миға сыймайтын дүниелер орын алып жатыр. Бірақ мен ешқандай паника туғызғым келмейді. Ей, сен мені шақырдың ба? Әр командаға өзіндік айдентика қажет. Менің жағдайымда бұл Премьер-лига. Қаны, олар қайда? Адамдар мені тым көп ойланады деп айтады. Алайда мұндағы мәселе олардың тым аз ойлануында шығар бәлкім. Англияның Германиядан артықшылығы басым. Бірақ мен құрғанда тағамдарында айырмашылық жоқ. Ловреннің лашыға, жақындама. Қане, микрочип, шық енді. Сенің осында екеніңді білем. Қалай Ливерпульден кеттім, мына тегіс пішінді жердегі адамдар естерінен ауысқандай. Бірақ әлі де болса мен ең үздік қорғаушымын. Ақиқаттың, көріп тұрсыздар ма? Күмбез жалған. Бұл жобаны Билл Гейтс ойлап тапқан. Бізді басқару үшін. Нөмірі 1-ші тест. О, не зат бұл? Құдды бір қызғалдақ толы голландиялық шалғының исі тәрізді. О, е. Вирчил. Бірақ сенде жарақат бар ғой. Бұл мүмкін емес. Даян, саған көмек керек пе? О, кешір, ренжіме. Мен салақты іздегем. Оны сондай қатты сағынып кеттім, бар ғой. Керемет. Ал, жарайды, сәттілік саған. Ей, сен айтарлықтай жылдам жүгіресің. Солай шығар. Солай болғанда қалпыма келіп жатыр. Сен тіпті терлемепсің. Мен ешқашан терлемеймін. Мынау адам емес қой мүлдем. Тізесіндегі жарақатымен жүгіріп жүр. Терлемеген. Және голландиялық шалғынның иісі аңқиды. Мұнда күдікті бір нәрсе бар. Барлығының сырын ашып көру үшін осындамын. Тамаша иіс, жарақат жайында қауесет, тым жоғары секіру. Кіндігі жоқ. Ал енді бұл жіптен құралған әйбат карта.
клондар. Саған мұнда болмайды, Дэйан. Сені сатып жіберген. Ей, жігіттер, сенбейсіңдер айтсам. Вирджил Ван Дейк ол клон. Оның клондар әскері тым көп. Ливерпульдің құпия лабораториясында толып тұр. Либератория? Немесе лабарапул. Ей, жігіттер, қоя қойыңшиш. Бұл оның кезекті шайып кеткен теориясы. Бұл шындық, дәлелдей аламын. Бұл жігіт расымен бастан кеткен. Ол жертөледе құпия жауынгерлік клуб бар деген. Биылды жат жерліктен. Ал енді мынау... Сен құлақтан түйіп атсың. Сенбейді ешкім саған бар ғой. Тіпті біз саған сенгеннің өзінде ешкімде міне яқта ескі бейнемагнитофон жоқ. Рас. Солай, мен де келсем. Ренжіме, Дэйан, саған дереу жаңа хобби тауып алатын уақыт келген сияқты. Және басыңдаған ауыстырш. Егер олардың көзін жеткізгің келсе, одан да жақсырақ дәлелді көрсету маңызды. Міне, мынау жарай. Бұл сенің меншігің емес, Дэйан. Кетіңдер, мен сендерді әшкерелеймін. Немен айналысатындарыңды әлемге жариялайым. Мұны айтпағаның дұрысырақ. Енді біз сені жібермейміз. Оны қоршаңдар. Сен ешқашан жалғыз болмайсың. Ей, жігіттер, қойыңдар. Ешқандай жаман ойын болған жоқ негізі. Мен еш нәрсе көрген жоқпын. Маған ешкім сене қоймаса, өтінемін. Ешкімге тіс жармайым. Жоқ! Мына жұмыртқалар сондай дәмді. Ей, жігіттер, бұл мен, Дэйан Ловрен, Санкт-Петербургтік зенит қорғаушысымын. Және 6-шы нөмірмен ойнаймын. Ұйқым қанда, сондықтан ешқандай клондардың жоқ екендігін ұқтым. Жарайды, барлығыңа күн сәтті өтсін. Ал сендердің біреуін қосын осыған дейін Дэйанда кіндік жоқ екендігін білдіңдер ме? Ол бір түрлі. Егерде 800 элиталық футболшылар мен олардың бапкерлері бір шатырдың астында өмір сүрсе не болар еді? Ойыншылар сыпайылық дегенді ұмытса және өздерінің шынайы келбетін танытса. Бұл чемпиондар шоуы. Сақтаныңдар, Санта Клоп қазір қалада. Мұз компьютер қатты ұнайды. Жөн-жөні. Сантадан шынайы төлқұжат сұрағанымда дұрыс болар ме? Жегені артында, жемегені алдында тұрған адамға басқа не керек дейсіздер? Қарапайымдылық? Қарапайымдылық. Қанша тұрады бағасы? Мен 100-ін алайын. Қане, кіш, Еуропа лигасындағы үйлеріңе қарай тайыңдар. Кри Рождествоны сондай жақсы көрем. Бұл келіспеушілік дегенді ұмытып, қымбат сыйлықтар алатын уақыт. Бұл не? Қандай да бір жұмсақ трофей. Ал бұл өзінің есі сондай ма? Окей. Мынау, саған Роберт. Тамаша жігітім, ұры болғаның не? Сондай кайф. Неткен үлкен сыйлық. Алтын доп? Былай ғой, біз сен бұған лайықты деп шештік және... Тоқтай тұрыңдар, сендер кімсіңдер өзі? Біреуге алтын доп беретіндей. Андай ғой, ол Бундеслиганың және Чемпиондар лигасының алтын бутысын жеңді. Ал біз требл жеңдік. Ал жарайды, егер шешімді командаластар таңдайтын болса, онда бұл Роналдуға. Бұл саған Инстаграмдағы жазылушыларының саны көптігі себепті. Ұста. Жоқ, трофей Мессиге берілу керек. Ол Бартомеуді қуып жіберген үшін. Әкел бері. Бермеймін. Егер ол жақта алтын допты тарататын болса, онда мен Лев Яшин мадағын алғым келеді. Жоқ, бұл мадақ менікі. Мен Грэммиді қалаймын. Ал мен әлемдік Нобел сыйлығын алғым келеді. Қане бер. Қандай дәтің бар сенің? Сонымен, мұны бұлай шешеміз. Қазір барлығын киінесіңдер де залға тартасыңдар. Ал мен алтын доп тапсыру рәсімін өткіземін. Барлығы өтте әділ өтеді. Егер менің ережелерімді сақтайтын болсаңдар әрине. Келістік пе? Алтын күмбез үшін. Сонымен, ереже бұлай. 9 қатысушы, тек біреу ғана аман қалмақ. Бастаймыз. Барсаградта кім басшы? Ей, түсінбедім. Кім кімге жақ өзі? Түсінсем бұйырмасын. Тең жартымыз жейдемізді шешейік онда.
Неге сен мұны алтын күмбез үшін деп атадың? Егер бәрі осы күмбез ішінде өтетін болса. Бұл жағынан мен аздап шайып кеттім. Мен костюмдер мен оның дизайны жайлы ойлағам. Ал шараның құрылымын ойламаппын. Окей. Жаңа ереже. Былай істесекше. Әр топтан 4 қатысушы. Аман шығатыны 2. Одан кейін плей-офф сериясы. 16 қатысушының арасынан 8 спарринг өткіземіз. Жұптарды жеребе бойынша анықтаймыз. Ей, қараңдар, қар жауып жатыр. Вау, қар бүршігі. Бұл мені сондай бақытты етеді. Рождество күнгі қар. Керемет. Тфу, жағымсыз жаңалық жеткізгім келмейді негізі. Бірақ бұл арнайы жасалған шатыр, қар емес. Ойлы бә, қар емес па несінде? Жігіттер, біз не істеп жатырмыз өзі? Бұл Рождество, болмайтын бір мадақ үшін төбелеспеуіміз қажет. Біріккеніміз жөн. Кевин дұрыс айтады. Роберт, егер алтын допқа лайықты бірден бір жан болса, ол сен, жігітім. Еңбегің сіңді оған. Рахмет, жігіттер, бұл мен үшін біраз нәрсені білдіреді. Мен 100% алтын допқа лайықты өнер көрсетсем де, 2020 жыл барлығымыз үшін де қиынға соқты. Сол себепті бұлай етсекше, бұл жылы мадақты бәрімізге ортақ қылсақ. Барлығымызды қолдасын. Міне достар, 5-ші бөлімде аяқталды. Видео ұнаса лайк басып арнаға тіркеліп қойыңыздар. Мен Есбол Қарағұл, бай-бай. Ням. Роликтерді көбірек көргің келе ме? Онда тек футбол арнасына жазылып қой. Жаңа шығарылымдарды өткізіп алмас үшін қоңыраушаны басуды ұмытпа.